әріптестеріміз, құрметті ақсақалдарымыз және де бүгінгі Зейнеп әжелер ансамблінің мүшелері. Енді бүгінгі негізгі бас қосып отырған себебіміз жерлесіміз Қазақстан халық әртісі Зейнеп Қойшыбаева осы наурыздың 6 күні 85 жасқа толды. Енді өздеріңіз білесіздер, наурыздың бас кезінде мәдени шараларға кең көлемде рұқсат берілген жоқ. Мінекей бүгін осы наурыздың бағдарламасына, наурыздың тұжырымдамасына енгізіп, біз Зейнеп әжелер ансамблінің, бізде 2004 жылы әжелер ансамблі құрылған. Содан бері ауданымызда 11 жерден әжелер ансамблі құрылды. Енді сол әжелер ансамблінің негізінде Зейнеп апамыздың 70 жылдығында Зейнеп әжелер ансамблі деп құрылған болатын. Осы мәдениет үйінің жанынан және балалар шығармашылық орталығының жанынан бірігіп. Мінекей бүгін сол Зейнеп әжелер ансамблінің есепті концертін тыңдасақ деп өздеріңіз шақырып отырмыз. Биыл жаңағы Зейнеп апамыздың 85 жылдығына орай осы атқарылып жатқан жұмыстар туралы өздеріңіздің алдарыңызға сәл болса да есеп беріп, сол концертімізді сіздермен бөлісіп отырмыз. Енді алғы сөзімізді бүгінгі арнайы қонақ болып келіп отырған Алакөл ауданы әкімінің орынбасары Мәулен Бөребекұлына берсек деген. Сіздерді бүгінгі Зейнеп апамыздың 85 жылдық мерейтойына арналған іс-шарада көргеніме өте қуаныштымын. Енді Зейнеп апамыз туралы мен біраз деректерді көрдім. Ол кісінің бірден әнші болып кетпеген, ең бірінші дәрігер болайын деген дәрігерлікке барып түсе алмай қалды. Одан кейін байланыс колледжінде оқып жүргенде, сол жерде көркем өнерпаздар коллективінде ән салып жүргеннен халық таныған, өнер адамдар таныған. Содан кейін мынау не деген керемет дауыс, сен бұнымен тоқтамауың керек деп, сол кісілердің демеуімен осы оқуға түсіп, ары қарай осы өнерін жетілдірді. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы қиыннан қиыстырар елдің анасы дейді. Шынымен де өлең сөздің патшасы. Сол өлеңді өрілтіп, қазақ халқына танытқан, өлеңнің құдіреттілігін танытқан, жүрегімізге жеткізген Зейнеп апамыз. Оның дауысты тыңдай білетін, өнерді сыйлай білетін адам ғана тыңдап, соның жетесіне жетеді. Ал құр ғана жай тыңдай білмесек, Зейнепке жарайды, Зейнеп апа деп қана жүреміз. Ал шын мәнінде біз оны құрметтеп, болашақ ұрпаққа мына жерде бүлдіршіндеріміз отыр. Зейнеп апаларының керемет әншілігі осы балаларға жұғысты болсын. Әміреден басталған әншілік өнерді Зейнеп апаларымыз жалғастырып, оның бергісі Роза апамыз жалғастырып, одан бергісі бүгінгі жастарымыз Димаш бар. Осылардың өнеріне тоймай, тәнті болып, қаймана қазақ мәңгілік өмір сүрсін. Аман есен болыңыздар.
Зейнеп әжелер ансамбліміз құрылған кезде бір Серік ағамыз бір тамаша ән арнаған. Қабанбай туған Абылай күткен ақ туын, талай сыннан тайсалмай өткен шақ бүгін. Алакөлама үзілген қанша қыранын, Зейнептей қызың, Сәкендей ақын ұлыңда деп ары қарай жалғастырады. Керемет тамаша ән. Ендеше кезекті Зейнеп халықтық әжелер ансамбліне келсек, Жауқазындай жайдардың атты әжелер ансамблінің концерттік бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті әжелер, келіңіздер, төрсіздерді бүгін ансамбльдің репертуарында халық әндері көптеп танылады. Солардың бірі Секіртпе сахнада ұсынғалы отыр. Қалғаныңыздар.
сәттіліктің құстарын білмейтін қазақ жоқ. Біз осы концерттік, бүгінгі есеп беру концертін, осы кісілердің Зейнеп апамыздың мұрағатынан алынған өзінің дауысымен бірге айтсақ деген ниеттеміз. Сіздер де қосылып отырсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, Нұрғиса Теңгиев құстар әні. Керемет қараса, алаңдықтар ешқашанда біздің естен шықпауы керек. Өйткені
қазақ ән әлемінің дамуына өзіндік үлес қосқан осы жерлесіміз, қазақ мәдениетін дамытуға ерекше үлес қосқан Зейнеп апамызды біз әрқашан есімізден шығармаймыз. Сондықтан да Зейнеп әжелер ансамбліне творчестволық табыс, әндерін халықтың көңілінен шыға берсін деген тілек айтқымыз келеді. Рахмет сіздерге.